Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Мен бүгін осындай бисквиттің рецептімен бөліскім келеді. Бұл өте күшті, жақсы көтеріліп пісетін бисквит. Тіпті ортасын кесіп, крем жақсаңыздар да бір целый торт шығады. Жасалу жолы өте оңай. Қыздар, бар жоғы 5 жұмыртқа, 200 грамм қант қажет болады. Алдымен жұмыртқаны ыдысымызға бөліп аламыз. Ешқандай да ағын бөлек, сарысын бөлек етіп жасаудың түк қажеттілігі жоқ. Жай ғана 5 жұмыртқаны жарып алып, үстіне 200 грамм қантты қосып, көлемі жағынан ұлғайғанша, көбіктенгенше 5 минуттай ұзағырақ миксермен жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Бұл жердегі ең маңызды зат ол миксер болуы тиіс, және миксердің жылдамдығы жақсы болған тіптен керемет болады. 200 грамм қант қосасыздар. Менің жаңағы шашкем кішкентай болғандықтан мен 2 рет оны қостым. 200 грамм қант болуы тиіс міндетті түрде. Кейін оны жаңағы жақсылап тұрып, енді миксерлеп араластырып алу қажет болады. Ыдысыңыз міндетті түрде құрғақ, жақсы болу керек. Жұмыртқаның бөлме температурада немесе тоңазытқыштан шыққаны маңызды емес, кез келген түріменен жасала береді. Енді мен миксермен жақсылап тұрып осылайынан араластырып алдым. Бұл жерде менде жазылмай қалыпты. Мен содан кейін 220 грамм ұн менен 10 грамм қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосқан болатынмын. Бірінші осылайынан араластырып аласыздар да, оны да жақсылап тұрып миксер менен араластырып аласыздар. Массаларыңыз өте жақсы, сондай қою қаймақты масса болып шығады. Міне массасы шамаменен осындай болуы тиіс. Форма менде 22 сантиметрлік, кез келген форманы қолдана беруге болады. Кейін дайын осы массамызды 180 градус қайнап тұрған пеште шамаменен 40 минуттай пісіреміз. Негізі бұл міндетті емес, бірақ та менде үйде шоколад болғандықтан шоколадқа аздап сүт қосып, оны микротолқынды пеште ерітіп алдым. Сыртына осында ганаш жасамақшымын. Дайын болған біздің жаңағы бисквитіміз осылай болып көтеріледі. Аздап суытып аламыз. Суытқаннан кейін ғана бірақ оны жаңа формасынан шешетін боламыз. Формасын шешкендегі бізде осындай биіктігі 8 сантиметрден жоғары болып шықты. Тіпті ортасынан бөліп, кәдімгідей торт жасауға болады. 3 рет бөлсеңіздер де болады. Мен жай сыртынан осындай үйдегі бар қара шоколадты жақтым да, осындай шайға арналған керемет бисквитті торт болып шыға келді. Қазір мен сіздерге бөліп ішкі түрін көрсеткім келеді. Іші де осындай үлпілдек, жұп-жұмсақ болып шықты. Ас болсын.